Құрметті көрермен, Жас ТV төрін тағы да бір танымал тұлғаға босаттық. Бүгін бізде қонақта Бақытгүл Бабаш, өткен жылы Бақытгүл Хаменова төрімізде болған. Екі бірдей Бақытгүлмен сұхбаттасу бұл бағымыздың жанған шығар бәлкім. Бақытгүл, қалай жеттіңіз? Рахмет, жақсы. Бақытгүл, алдымен сізбен жақынырақ жете танысып алайық. Өзіңіз қажетті деп тапқан ақпаратты 1 минутқа сыйдырып айтып берсеңіз. Енді менің есімім Бақытгүл Бабаш. Қызметімді айтатын болсам, қазір Қазақ радиосының Атырау облысына меншікті тілшісі болып қызмет атқарамын. Отбасым бар, 2 ұлым бар. Ел ақын деп танып жатса қуанамыз, бірақ өзім ақынмын деп ешкіммен танысып көрмеппін. Ел арасында сізге Фариза апайдың шәкірті, сіңілісі ретінде қарайды. Бұл жөнінде не айта аласыз? Енді Фариза апаймен алғаш таныстығымыз ол 2006 жылы көктемде болды. Апай сол келген сапарында біздің жазушылар одағының облыстық филиалының басшысы Қойшық Жылқышев ағамызға Атыраудың жас ақындарын, жазушыларын жина, мен олармен танысайын, елде қандай балалар өсіп келе жатқанын көрейін деп тапсырма бергеннен кейін бізді мына облыстық филармонияға жинады. Сол облыстық филармонияға барып, бәріміз өлең оқыдық. Сол кезде апай алғаш рет бізді танып, қуанып, жаңағы облыстық теледидарға сұхбат беріп, осындай Атырауда жастар өсіп келе жатыр екен, оларға қолдау көрсетіп жүріңдер, өзімде қолдан келгенше қамқорлық жасаймын деп, солай алғаш рет танысқан болатынбыз. Менің жалпы ақындық жолға келуіме ең бірінші түрткі болған ол кішкене кезімнен бастап Фариза апам деп айта аламын. Себебі мен атам мен әжемнің бауырында өстім, тұңғыш немерелері болғаннан кейін. Ол кезде енді кеңес үкіметінің кезет біздің балалық шағымыз өткен мезгіл. Менің балалық шағымның бір сәттілігі, мен үшін бір жақсылығы, ол алыстағы малшы ауылдарға дейін газет пен журналға жазылатын. Газет журналдарға шыққан Фариза апаның өлеңдерін, мақалаларын менің әжем мен атам сандығына салып жинап сақтаушы еді. Кейін кішкентай кезімнен өзім бір қызық бала болып өстім. Жалпы мейірімге мұқтаж болған жоқпын, менде барлығы болды, не қаласам соның бәрін алып беретін. Бірақ соның өзінде мен кішкене кезімнен бір мұңлы болдым да. Соны байқадым ма, кейін мақалдап сөйлейтін едім кішкене кезін, 4-5 жас кездің өзінде мақалдап сөйлеу менің сол кезде бір нем болды. Қызығушылығым қатты болды. Атам мен әжем немесе газет журналдан оқып алған мақалымның бәрін жаттап, соны орынды жерінде пайдалануым керек деп сөйтіп жүретінмін. Соны байқадым ма, атам айтып отыратын, менің қызым өскенде Фариза апасындай ақын болады деп. Сосын мен сұраймын, ата, кім ол Фариза деген деп. Ол Гурьевте тұрады, ақын дейді. Сосын мен ойлаймын, Гурьевте тұратын ағайындарымыз шығар шамасы деп. Өзіңіз айтып отырсыз, өлеңдеріңіз ылғи мұңлы, ылғи сағынышқа толы. Неліктен сіз өмірде кім сағынасыз? Өлеңнің мұңға, сағынышқа ғана толы болуын мен түсіндіре алмаймын. Себебі ол менің еркімнен тыс дүние. Қуанған кезде қалам алу, қуанған кезде өлеңмен сырласу, мұң шағу деген нәрсе менде бола бермейді. Көбіне жалғыздықта, жабырқағанда ғана қолға қалам алам. Оның себебін мен осы күні ойлап жүрмін, мен дүниені тым бір баланың көзімен қарап алғанмын да, дүниеге. Өмірде адамдардың бәрі бір аппақ, дүниеде жамандық жоқ, ешкім ешкімді сатпайды, ешкім ешкімге жамандық жасамайды деп ойлап алғам да. Содан кейін кішкене ғана бір аяғымнан біреудің басып кеткен, сезінген бойда мен бірден күйреп кетем. Ол кішкене ғана бір мұңның өзін бір үлкен қасірет қылып жасап алам. Ол мүмкін менің қателігім болуы мүмкін. Әлде тым өмірге сенгіш қарайтындығымнан болуы мүмкін. Адамның бәріне жақсылық күтетіндігімнен болуы мүмкін. Кішкене кезінде сол қой бағып, қозы бағып өскен даланың қызының біріміз көршіміз болды. Сол өзімен өзі сөйлеп жүретін. Шамал ауытқушылығы болса керек. Содан кейін жаңа далада өзіммен өзім жүргенде мен де өзіме өзім сөйлейтін едім. Содан мен қатты қорқатын едім, түндерде жылайтын едім жасырып. Мен де ана апа сияқты ертең басым ауырып кететін шығар, мен неге өзіммен өзім сөйлеймін деп. Мен өзіммен өзім сөйлегім келмесе де, ана бір далада өзіммен өзім жүргенде бір келіп жатады да ойлар. Бір адам жүреді менің қасымда мысалы. Ол кейде кішкентай қыз болып жүруі мүмкін менің қасымда. Кейде үлкен кісі ата болып жүреді, кейде бір жап-жас жігіт болып жүреді. Сонымен әңгіме айтып жүремін да мен. Кішкене ол бір қиялымнан ба мүмкін, себебі менің атам мен әжем жаңағы ертегі аңыздарды көп айтып өсірдім. Кішкене кезімнен аңыздарды, неше түрлі ертегілерді, қиял ғажайыптардың бәрін миыма құйып қалғаннан кейін мен соны нақты өмірде сондай қиялдағы дүниелер өмірде болады деп ойлайтын болуым керек.
жалпысында мен ең бірінші көрген адамдар айтады, сізді бұлай деп ойламайтын едік, сіз бізге бір сұсты, бір қабағы қатал, ылғи да өмірден бір теперіш көріп жүрген, бір сорлы біреу сияқты көріп қалғаннан мен өлеңдермен оқып алғанда бір сағыныштың сиясы тамып тұрған өлеңдермен. Содан кейін мен күлсем, әңгіме айтсам, әзілдесем, ең бірінші көрген адам түсінбей қалады да, сіз осындай ме едіңіз, біз сізді мүлде басқаша деп қабылдаған едік деп. Кезекті жастарды толғандырып жүрген сауалдарға берсек. Бақытгүл апа, мына әлемде болып жатқан күрделі саяси оқиғаларға деген турасында сіздің ой пікіріңіз? Жалпы айтады ғой, егер сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деп. Енді бұл ақынның миссиясы, менің пікірімше, адамдарды ізгілікке шақыру, адамдарды бір іңкәр дүниеге ұмтылдыру, дүниеде жақсылықтың, махаббаттың, сезімнің, сенімнің әлі өлмегенін дәлелдеу, бір жамандықтан, жаман ойдан алыстату деп ойлаймын. Енді қазір қарап отырсақ, теледидардан, күнделікті баспасөз беттерінен де әлемде түрлі жағдайлар болып жатыр. Саясаттың салқыны соғып жатқан, солақай саясаттың құрбаны болып жатқан елдер, мемлекеттер көбейіп жатыр. Енді Аллаға шүкір, біздің еліміз тыныш. Сондықтан қазақтың елін, қазақтың жерін, қазақтың аспанын осы тыныштық ешқашан тастап кетпесе екен деп тілеймін. Бақтыгүл апа, қош келдіңіз. Менің сізге қояр сұрағым, қазіргі таңда мына қайырымдылық деген сөз модаға айналғандай. Аяғыңызды атасаңыз, яғни мына көмек сұрап, жарнамалап жатқандар көп. Сіздің сол жарнамаларға деген көзқарасыңыз, және де екінші сауалым, өзімді қайырымды жанмын деп есептейсіз бе? Негізі жақсы ой айтып отырсың. Мен 3 жылдай облыстық Атырау газетінде жұмыс жасадым. Сол кезде жаңа түрлі қайырымдылық акциялар болады ғой. Соны бір жасаған адамдар өздерін көрсетуге құмар болып келетін. Мысалы, бір мектепке барып 5 оқушыға аяқ киім алып бере ме, ол тек жүгіріп Атырау газетін алып келеді. Біз 5 оқушыға аяқ киім алып бердік деп. Оны сен газетке шығармасаң ренжиді олар. Қайырымдылық дегеннің өзін біз сондай тым арзандатып жіберген секілді көрінеді маған кейде. Адамның барлық жақсылығы, барлық қамқорлығы, қайырымдылығы ол ізгі жүрегінен, адал ниетінен туындау керек. Және оны ешқандай жағдайда да бұлдауға болмайды. Ешқандай жағдайда соны бір айқайлап, әлемге жар салып көрсетудің өзі сенің жасаған сауапты ісіңнің бәрін шайып жіберуі мүмкін. Қазір мысалы жерге барсаңыз да, тіпті балаларды ойнататын орталыққа барсаңыз да, бір жәшіктер тұрады. Осындай балама көмектесуіңізді сұраймын деген. Ол енді мүмкін мен оны таба аламаймын, тобам деп айтам. Мүмкін шын мәнінде мұқтаж адамдар бар шығар. Жалпы айналамдағы адамдар білет, мен қолыма түскен нәрсенің бәрін жан-жағыма шашып, үйде бір артық нәрсе тұрмау керек, менің қалтамда артық ақша жүрмеу керек, оның бәрін көрінген кішкентай бала көрсем, бір танысымның соның қолына ұстатып, немесе жалпысында менің әжемнің өзі солай тәрбиеледі мені. Би болмасаң да, би түсетін үй бол деп тәрбиеледі. Сенің қалтаңда ақшаның толып тұрғаны, айналаңның жетісіп тұрғаны ол аса маңызды емес. Егер сенің бір адамға сауабың тимесе, бір адамға жақсылығың тимесе, үйіңнің қымбат жиһаздарға толып тұру маңызды емес. Ол үйіңнің есігінен табалдырығынан ешкім аттап баспаса. Сондықтан қолдан келгенше қайырымдылық жасауға қолымда барды аямауға тырысатын адаммын. Бақтыгүл апай, сіздің жазба ақын екеніңізді ел таниды, ал айтыскерлікке жалпы суырып салмалыққа қалайсыз? Айтысқа қатысқан кездеріңіз болды ма? Айтысқа бірінші рет қатыстым, және соңғы рет қатыстым. Бас жүлде алдым және. Ол енді аудандық айтыс болды, мен Құрманғазы ауданында өмірге келгенмін. Жаңа айтып отырдым ғой, атам мен әжемнің қызы болғаннан кейін әке шешеммен енді ол кісілер жайлауда, әке шешем совхоздың орталығында тұрады. Бірақ бір сойды бір өгей қыз сияқты жүремін да, мен ана кісілер басқа бір аға жеңгем, бір алыстағы ағайындар сияқты да. Сол кісілердің қолында оқыдым 11 жыл бойы. Одан кейін университетке түстім. 3-ші курс оқып жүргенімде жаңа аудандық ақындар айтысы болатын болып, соған шақыртып алдым, біздің ауылдың атынан түстеп. Сол айтыста жаңағы байқамай бірінші орын алып кеттім. Мен оны білмеймін енді. Қалай алдым, ол кезде не айттым, түкте есімде жоқ. Әйтеуір елдің риза болғаны, әйтеуір есімде бәрі ақынымыз деп сөйтіп қолпаштап жатқаны. Содан кейін үйге келгенде менің жаңа бірінші орын алып келгенімді естіп, әкем қатты қуанды сол кезде. Менің қызым бірінші орын алды, менің қызым ақын деп көршілерді шақырып той-тойлап сол жерде. Ол өмірде ең бірінші рет мен 20 жасымда әкемнің менің қызым деген сөзін естідім.
Содан кейін бір аптадан кейін менің әкем аяқ астынан көз жұмды. Ол мүмкін, мен ойлаймын осы күні, мүмкін ол да бір Алланың құдіреті шығар. Мен әкемнің менің қызым ақын деген сөзін естуім үшін сол айтысқа мені алып барған шығар. Одан кейін бірақ айтысқа қатысқан жоқпын мүлдем. Кейде енді ойлайсың ғой, мысалы торығып кеткен бір кездерде болады, енді күнәлі ойлар деп айтып қояйын. Сен қанша жерден жазба ақын болып ел мойындап жатса да, қанша жерден мүшәйраға қатыссаң да, оның бас жүлдесінен көп дегенде 500 мың теңге аласың. Ал айтыс ақындарының өзі 2 миллиондап, 3 миллиондап алады, түрлі көліктер мінеді. Соның бәрін көріп отырғанда кейде ойлайсың, о баста неге сол айтыспен бірге кетіп қалмадым екен деп. Енді қазір жасың 30-дан асқаннан кейін сенің ол қадамға баруың қиындау. Сен жастық албырттықпен сол айтысқа кетіп қалғаннан кейін оның техникасы бөлек, оның тілі бөлек, ол үшін іздену керек. Сондықтан енді мен айтыскер ақын боламын деп ойламаймын. Сәлеметсіз Бақытгүл апай, сізге қояр сұрағым, шабыт фестивалінің гран-приін алуға сізге не нәрсе немесе не болмаса кім шабыт берді? Әуелі Алла. Ол енді мен қатысқан ең бірінші үлкен фестивалім болды. Оған әлемнің біраз елдерінен қатысады, тек қана Қазақстаннан емес. 90-нан астам ақын қатысты. Оның ішінен енді Қазылар алқасы ол жылы Ерлан Жүніс екеумізге берді гран-приді. Бір жылда поэзиядан. Ол енді әуелі Алланың арқасы, одан кейін жақсы адамдардың шарапаты деген шығар деп ойлаймын. Сәлеметсіз Бақытгүл апай, қайырлы күн. Менің қызықтырған екі сұрағым бар. Бұл сіз әлеуметтік желіде отырасыз және оның қандай пайдасы бар сізге, және сіз нәзікке жан толы, сезімге толы жан, солай айтуға болады. Сіздің ең сүйікті кітабыңызды айтсаңыз, бізге қызықты, біздер оқып көрейік дегендей. Әлеуметтік желіде отырам. Біраз уақыт агентпен ауырдық. Кәдімгідей. Оның зияннан пайдасы көп болды деп ойлаймын маған. Себебі қазақтың әр бұрышынан өздерің сияқты жастар көп іздейтін, көп хабарласатын. Ол кезде агенттің блогына күн үстіне өлең жазып тыным бермейтін біз осыдан бір 3-4 жыл бұрын, кәдімгідей. Қызық еді бізге, сол сән еді. Енді қазір, мысалы, агентке бүйтіп жылтыңдатып бір нәрсе жазуға, блогқа ұяласың. Агент тек қана қазір қызметтік қажеттілік үшін ғана керек маған. Себебі біздің Астанада негізгі орталығымыз жұмыс жасайтынымыз, сол жерден тапсырмалардың бәрі сол агентте конференция арқылы беріледі. Көп ретте әлеуметтік желінің егер мен пайдасын көрсем, ол менің атымның халыққа аздап болса да танымал болуына үлес қосты. Себебі екінің бір газет оқи бермейді, екінің бір кітап оқи бермейді. Ол газеттер сенің берген өлеңді күн сайын жарыққа шығара бермейді. Ал әлеуметтік желіде күн сайын, мысалы, мыңдаған адамдар оны сол ретте оқып отыруы мүмкін. Сүйікті кітап енді Фариза апамның Жүрек күндерге деген қызыл кітабы болды. Соны жастанып жатып оқитынмын. Ол бір 14-15 жас кезінде бір алғашқы махаббаттың бір жарып, бір өмірге басқаша көзбен қарап жүрген кезінде Фариза апаның сол кітабы маған көп көмектесті. Қаншама ішіндегі айта алмай жүрген сырлардың бәрін сол кітаптан табатынмын. Өзімді масалаған ойлардың бәрін сол кітаптан іздейтінмін. Әлі күнге дейін сол кітапты мен жақсы көремін, ерекше жақсы көремін. Сәлеметсіз Бақытгүл ханым, менің бір емес бірнеше сұрағым бар, соны айтып өтсем. Авторлық сайтты қандай мақсатта аштыңыз, және танымалдылыққа, ақшақұмарлыққа, атаққұмарлықты қалайсыз ба? Және соңғы сұрақ, сайтыңыздың құны неде? Ол сайт ашу деген нәрсе негізі ойымда болмаған. Оны маған Тимур Бектұр деген менің ең әділетті оқырманым деп айтамын ғой, себебі ол менің өлеңдерімнен ылғи да бір ілік тауып отырады да, мен қайным болып келеді, екеуміз әзілдесеміз біраз. Сол туған күніме маған 33 жасқа толған туған күнде сыйға тартты Бақытгүл KZ деген сайтты. Ол осы жасыма дейін алған сыйлықтарының ең құндысы сол болды деп ойлаймын, себебі ол менің шығармашылығыммен үндес, менің шығармашылығыммен танысқысы келетін өздерің сияқты жастарға, оқырмандарға үлкен сый болды, тек маған ғана емес. Енді ол сайтты тегін жасап берді, мен Тимурға ол үшін бір тиын да ақша берген жоқпын, өзі сол домен сатып алдым, өзім бәрін істедім деді. Сыйлық болғаннан кейін енді қанша ақша берейін деп мен одан сұрамаппын да, қазір есіме түсіп отыр. Енді танымалдылық, атаққұмарлық деген келетін болсақ,
атақ адамды өзі іздеп табу керек деп ойлаймын мен. Сен қанша жерден тыраштансаң да, осы бір атаққа қол жеткізейін десең де, егер Алла қаламаса, егер жолың болмаса, онда ештеңе одан өнбейді. Сен алдымен сол атаққа лайық болу керексің. Менің мақсатым да сол. Менде ешқашан да ақын болсам екен деген мақсат болған жоқ. Мен тек қана жақсы адам ғана болсам деп ойладым. Мен ақын болуға, ақын деп елге танытуға өмірдің тағдырын өзі алып келді. Мен ешқандай жағдайда да осы бір адам мен ақын деп таныса екен, ақын болсам екен, елдің бәрі менің өлеңімді іздеп жүріп оқыса екен деген арманым мүлде болған жоқ менде. Өзіңіздің сүйікті әніңіз, фильміңіз туралы айтып кетсеңіз, және өзіңіз ән шырқағанды ұнатасыз ба? Мен әнші болдым ғой мен. Арманым әнші болу еді менің. Жаңағы ен далада кішкене кезінде жаңағы қой бағып, қозы бағу өстім деп айттым ғой. Сол 4-5 жасынан бастап бір үлкен атамның жасап берген маған. Ағаш мынандай ұзын. Сол ағашты алып жүрем, ол кезде солақай болдым мен. Өзімді өзім оң қолмен жұмыс жасауға тәрбиелеп, кәдімгідей жеңіске жеттім. Кішкене кезімнен солақай болдым мен. Бәрін сол қаламды ең алғаш сол қолыммен ұстадым. Тамақты сол қолмен, кейде әлі де қолым сол қолмен жүгіріп кетеді тамақ жеуге. Домбыраны солақай тартатын болдым, бәрін солақай жасайтын болдым. Сол жаңағы таяқ маған көп көмек тигізді. Далада жүргенде ән айтып жүрем, атам мен әжемнің үйреткен неше түрлі халық әндерін бәрін білетін болдым. Сол әнді жаңағы домбыраны оң қайтартып, жылан кейде кәдімгі қолының бәрі былай сол миым басқарады да, бәрін былай кетіп қала береді. Енді далада жүріп ақыл-тегі жылаймын. Соны ақыры үйрендім оң қолыммен тартуды. Сөйтіп домбыраны 3-ші класста оқып жүрген мектепке домбыра үйірмесіне қатыстым. Сол кезде кәдімгідей бірден оңқай тартып кеттім да. Қаламды да 1-ші классқа барғанда оңқайға өзімді үйреттім солай кішкене кезінен. Менде арман болды ол әнші болсам екен деген. Бір халықтың алдына шыққанды кішкене кезінде шамалы қазіргіден пысықтау болсам керек. Халықтың алдына шыққанды ән айтқанды жақсы көретінмін, бірақ мектепте ауылда мен әнші қыз деп айтатын. Әнші балапан деген сайыстарға қатысып талай, термешілердің сайысына қатысып талай кішкене кезінде біраз әнші болып кеттік енді. Одан кейін енді өскеннен кейін өзіңнен зор шықса екі көзің сонда шығады дегенше, енді өзіңнен мықты әншілердің, өзіңнен мықты таланттардың барын көргеннен кейін ойланасың ғой, жан-жағыңа қарайсың да, қой мен шамалы әнші болмайтын сияқтымын ғой деп. Сөйтіп ол арманым арман күйінде қалып қойды. Енді ең жақсы көретін әнім ол Есіңе мен алғайсың жақсы көремін, Елена Әбдіқалықованың Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әні. Сол әнді жақсы көремін, әлі күнге соны үйде кейде бір өзіме өзім сыймай кеткенде домбырамен үйде айтып аламын. Сосын көбіне термелерді жақсы көремін. Ал бір өлеңізде Алматым ай, Алматым ай, Алматы арманымның арман болып қалдаты деген екеніңіз. Жалпы Алматыны армандап өтті көп ақындар. Сізде солардың қатарынансыз ба? Алматы жөнінде біршама өлеңдеріңіз бар екенін білеміз. Өзіңіз Алматыны армандадыңыз ба? Енді ол кез келген бір мектептегі қияли қыздың, мектеп оқушысының бір арманы болады ғой. Алматыға барсам, Алматыны көрсем, өмір тау көрмеген даланың қызымыз ғой. Алатауды көрсем деген арман болды. Бірақ енді оған сол кезде жағдай болған жоқ менде. Мен ауылдан алысқа ұзап көрмеген, жаңа әжемнің етегінде сүрініп өскен қыздың бірімін ғой. Атырауға келуімнің өзі біздің үй үшін бір мынандай бір мен Москваға кетіп бара жатқан сияқты шығарып салды да мені. Мен өзім солай сезіндім, мен бір алысқа, бір шетелге, бір бұрын адам аяғы аттап көрмеген жерге кетіп бара жатқан сияқты. Себебі Атырауда менің келетін үйім болған жоқ. Қазір ойлап отырсам, қазір енді Аллаға шүкір адамдар таниды. Қазір менде ағайын көп Атырауда. Бәрі бақытгүл. Мен айтам, сол кезде қайда қалды, осыдан 15 жыл бұрын қайда болды сол ағайындар. Мен вокзалға қонған кездерім болды, баратын үйім жоқ. Сөйтіп жүргенде ол ағайындар қайда болды, бірақ ол ағайындарға солай деп сен өкпе арта алмайсың ғой. Әркімнің жағдайы болды. Оның ішінде 90 жылдардың соңы біз мектеп бітірген жылдар бір өте қиын кезең болды елде. Енді оның бәрі өтті кетті, бірақ Алматы сол арман күйінде ғана қалды менің кеудемде. Одан кейін аспирантурада оқып жүргенде Алматыдағы сол Казгудың жатақханасына барып тұрдық, жатақханасына. Енді сол бір кішкене ғана бір ай болса да соның өзін көргеніме қуанам, себебі бұл менің өмірдегі бір өкінішім болса, ол менің Казгуде оқымағаным, ол менің Алматыны көрмегенім. Осы мен де журналистпін өзім, жалпы журналистерге уақыт өте көп керек. Демалыс күндерде журналист жұмыс істей береді. Ал сіз мына ақындыққа, өлең шығаруға шабытты қай уақытта аласыз, әлде шабыт сізге өзі келе ме?
сіз дайындалып тұрып өлең жазасыз ба, әлде беймезгіл уақыттарда шабыт келіп өлең жазасыз ба? Қай уақытта өлең жазатыныңды білмейсің ғой. Мысалы, мен бүгін кешкі 5-тен кейін боспын, сол кезде бір өлең жазып қояйыншы деп ойласаң да, ол келмейді өлең. Мың жерден зорланып отырсаң да. Ол бір ғайыптан түсетін дүние. Тек сол келген мезетте сен оны жіберіп алмауың керек. Өлең келіп тұрған қанша сәттер болады, мысалы. Келіп тұрған өлеңді жіберіп алатын. Кейде сол мүлде есінен шығып кетеді. Кейде түсіңде көріп жүресің. Сондай кезде көбіне қазір ұялы телефонға жазып алам. Бір-екі өлең бірден сау етіп құйылып түсетін өлеңдер болады, кейде өлеңнің бір ғана жолы келетін кездер болады. Соның өзін ұмытпай бір жерге түртіп қоюға тырысасың. Ал енді уақыт, шыны керек, бұл журналистика деген уақытпен санаспайтын жұмыс. Бір жерде пойыздан келіп құлап жатса, сен менің уақытым жоқ, немесе демалыс күн екен, бүгін сенбі ғой деп бармай оған қарап отыра алмайсың. Ол жерде сен болуың керексің, ол жерден сен ақпарат таратуың керексің, себебі сенің қызметің сол. Жалпы, егер адамда ниет болса, адам бәріне үлгереді. Саламатсыз, Бақытгүл апай, менің қояр сұрағым жанұяңыз жөнінде бір-екі ауыз сөз. Енді отбасым бар, жаңағы Руслан деген жолдасым бар, Атырау агротехникалық колледжінде оқытушы болып жұмыс жасайды. 2 ұлым бар, үлкені 6-шы сыныпта оқиды, ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын гимназияда. Екіншісі биыл 1-ші сыныпқа барды, лингвистикалық гимназияға. Сіз өкініш бар ғұмырыма жеткілікті депсіз. Өкінген жеріңіз, қатты өкінген кезіңіз болды ма? Жалпы өкініштер болады ғой. Менің ең үлкен өкінішім ол 33 жасында ағам қайтыс болды, дарға асылып. Және оны маған айтқан жоқ атам қайтыс болып кеткен, ол әжем мен әке шешем. Себебі мен ағама өте қатты жақын болдым. Әкем жаңа айттым ғой, қызым деп 20 жасында ғана айтты деп. Ағамен қатерге жететін екеуміздің әңгімеміз бірге болатын. Ол да ақын болмаса да жан ақын еді оның. Егер өмірде мені бір адам қатты түсінсе, ол сол кісі болды. Сол кісі қайтыс болып кеткенде ойда жоқта маған айтпаған. Мен университетте 4-ші курста оқып жүрмін. Ойымда дым да жоқ, бір субботада сенбіде ауылға барсам, үйдің айналасы толған көлік, палатка құрып тастаған. Шошып кеттім. Ең бірінші адам ойлайды ғой. Мен ойладым, әжем қайтыс болған екен деп ойладым. Енді үлкен кісі сол болады деп ойлайсың. Сөйтіп кірсем, әжем отыр, ағыл-тегіл. Не болды? Ешкім айтпайды маған. Үн-түнсіз бәрі. Бір заманда бүкіл ауылды жинап барып айтты ғой маған, ағаң қайтыс болды деп. Сол маған өте қатты соққы болып дейді. Мен әжеме де, әке шешеме де сол үшін ренжідім. Мен бәрібір ол кісімен бірге көрге кетпейтін едім ғой, неге маған айтпадыңдар? Неге мен ол кісінің соңғы рет дидарын көре алмай қалдым? Неге мен оған көмектесе алмай қалдым? Оның бір жаны күйзеліп, торығып өмірден күдер үзіп жүрген кездерінде неге мен оған қарлығаш қанатымен су себе алмадым? Неге мен көмектесе алмай қалдым өмірде ең аяулы, ең жақын адамды қалайша ажал менен алып кетті деп көп өкініші мен сол кісімен байланысты болды. Бақытгүл апай, Қалқаман Сараймен қалай таныстыңыз? Қайда кездесуге бармайын, иә? Осы сұрақ қойылады маған. Өткенде жұлдыздар отбасында сұхбат алғанда да Қалқаманды сұраған ғой менен. Қалқаман екеуінің өлеңдеріңе ұқсайды деп. Мен айтам, мен Қалқаман екеуміздің өлеңдерімізден ұқсастық көрмеймін ешқандай да. Мүмкін ол бір ішкі рухани бір байланыс соның кесірінен болатын шығар, соның әсерінен болатын шығар. Енді ең алғаш бізді агент таныстырды. Жалпы менің көп ақындармен, көп әншілермен, көп достарымның бәрімен агентпен танысқанмын. Сол агентпен ең бірінші алдымен Қалқаман жазып жіберді маған, армысың ақын қарындасым деп. Содан екеуміз бірден сөйлесіп кеттік та, бірден сол сырымыз да, мұңымыз да, жырымыз да бір болып кетті біраз уақыт. Менің көптеген алғашқы өлеңдерімнің алғашқы оқырманы ол кісі. Не жазсам да соған көрсетуге асығып тұрам. Сондай. Ақындарда жалпы шабыт деген нәрсе бар. Шабыттың қай уақытта қалай келетінін біз білмейміз. Сол шабыт деген нәрсеге анықтама беріп өтсеңіз. Оған анықтама бере алмаймын. Бір өлеңімде айтқанмын, болмысымды белгісізге билетіп деп. Шабыт дегенің өзі бір ғайыптан келетін дүние ғой. Кейде ол сені билеп кетеді. Бір ақын досым айтады маған, сен сезімге өзіңді билетпе, сезімді сен биле дейді да. Ол мен қолымнан келмейді. Мен көп ретте сезімге шырмалып қалам да. Шабыт та сондай дүние. Оны түсіндіріп бере алмайсың, бірақ түсінесің өзің. Назарбаев осы бір сөзінде Қазақстанды светское государство деді ғой. Яғни мен түсінуімше бұл жерде
ешбір дінге, ешбір мәдениетке шектеу қойылмайды, қай дінде тұмшаланып жүрсе. Бірақ кейінгі кездері тұмшаланып жүргендерге заң жүзінде тыйым сала бастады. Былай жек көргенмен заң жүзінде әрекеттер қабылдана бастады. Енді еркек шора мен қыз текелерге тағы да жаңағыдай заң жүзінде әрекет. Енді ол светское государство емес біз бұған қарағанда. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы ата заңның өзінде көрсетілген ғой, Қазақстан зайырлы мемлекет деп. Бізде кім қандай дінді ұстанам дейді, қандай сенімде болам дейді, оған ешқандай шектеу жоқ деп көрсетілген. Бірақ та қанша дегенмен қоғамға іріткі салды бір жылдар, жаңағы теріс діни ағымдар. Ол әбден іріткі салғаннан кейін атасы мен баласы бір дастарханның басында отырып тамақ іше алмайтын отбасылар көбейді бізде. Шешесіне сен харамсың, сен харамның етін жеп отырсың деп тарпа басталатын, әке шешесін сыйламайтын сондай бір жастар бой көтеріп қалды, бой көрсетіп қалды. Енді қанша дегенмен менің ойымша ол шектеу болу керек. Енді қазір мысалы әйел мен әйелдің, еркек пен еркектің қосылуы, некеге тұруы деген мысалы шетелдерде кәдімгі дәстүрлі үрдіс болып көрінуі мүмкін, бірақ ол біздің қазақтың табиғатында жоқ дүние ғой. Жалпы менің ойымша 1000 жерден жаһаннамға қосыл, 1000 жерден Европаға елікте, 1000 жерден шетелдік саясатты бізге қарай алып кел, солардай боламыз деп 1000 жерден ұмтыл, шетелде де өмір сүруге тырыс, бірақ бәрібір біз қазақ екенімізді ұмытпауымыз керекпіз, біз қазақтығымыздан арылмауымыз керекпіз. Біздің төрімізді сыйлап келгеніңізге мың алғыс, сізге шығармашылық табыс, өміріңізге жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Сіздердің төрлеріңіз тек қана жақсылыққа, жақсы адамдарға толы болсын. Сәттілік тілеймін.